Балабул. Үйшік ертегісі. Ертеде бір ашық алаңқайда бос тұрған үйшік болыпты. Бір күні осы үйшіктің қасынан шықылдауық тышқан жүгіріп өтіп бара жатып, тоқтай қалады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады екен? Ішінен ешкім жауап бермейді. Тышқан үйшіктің ішіне кіріп, сонда тұра бастайды. Содан кейін бақылдауық бақа секіріп келіп, есікті қағады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Мен шықылдауық тышқанмын, ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын, мені де ішке жіберші. Кір, бірге тұрайық. Олар екеу болып тұра бастайды. Бір кезде қорқақ қоян келе жатып үйшікке барады. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Мен шықылдауық тышқанмын, мен бақылдауық бақамын, ал сен кімсің? Мен зымырауық қоянмын. Қоянды да ішке шақырады. Олар үшеу болады. Көп ұзамай үйшікке түлкі Бикеш келеді. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Анда өздерін таныстырады. Түлкі де оларға қосылады. Енді олар төртеу болып, көңілді өмір сүреді. Бір кезде үйшікке қасқыр жақындайды. Үйшік, үйшік, үйшікте кім тұрады? Оны да ішке қабылдайды. Бес дос бірге тамақ ішіп, ән айтып татулықта тұрады. Ең соңында орманды жаңғыртып, қорбаңдаған маймақ аю келеді. Үйшікте кім бар? Мен де осы үйшікте тұрғым келеді. Біз тышқан, бақа, қоян, түлкі және қасқырмыз. Ал сен кімсің? Мен маймақ аюмын. Мен де сендермен тұрғым келеді. Біздің үйшіктер ғой, сен сыймайсың, дейді аңдар. Ештеңе етпес, мен шатырдағы жатамын. Аю үйдің төбесіне шығып бара жатқанда, үйшік шытыр-бытыр етіп қирап қалады. Аңдардың бәрі сыртқа атып шығып, аман қалады. Олар мұңайған жоқ, бәрі жабылып, ағаш тасып бастайды. Аңдар жаңадан үйшік сала бастайды. Сонымен аңдар бәрі сиятын керемет үлкен үйшік соғыпты.